күн миллионерші оқырмандарым, көптен бері сіздермен көріспей кеттік. Осы видеоны көріп, өздеріңізге шабыт алып отырыңыздар. Пайдалы ақпараттар үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі темамыз: ақшаңыздың көп болғанын қаласаңыз, осы әдістерді жасаңыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Лайк басқандар ақшалары көп миллионер оқырман болсын. Ақшаңыз көп болу үшін әрине әмиян болуы керек. Әмиян ақшаның үйі. Ең алдымен әмияныңызды тексеріңіз. Оны ауыстыратын кез келген жоқ па? Ескірген, жыртылған болса бірден ауыстырып тастаңыз. Әмиян таңдау барысында мына кеңестерге құлақ түріңіз. Әшекейлісіне жүгірмеңіз. Өйткені ақша өзімен байыпты қарым-қатынас жасағанды ұнатады. Осы кезде сізде қандай әмиян ұстайсыздар, сол түсті жаза кетіңіздер. Өйткені ақша шақыру үшін әмиян түсі де өте маңызды. Әмиянның түрлері өте көп. Соның ішінде қызыл түсті әмиян ақша шақырады. Дегенмен сізге қандай түсті әмиян сай келетінін есептетіп, өзіңіздің ақша шақыратын түсіңізді ұстаған дұрыс болады. Дәл әмиянға келгенде үнемдеудің қажеті жоқ. Таза былғарыдан жасалған әмиян алыңыз. Әмияныңыздағы артық заттарды, туыстарыңыздың суретін алып тастаңыз. Әмиян бос қалмауы керек. Оның ішінде кем дегенде 200 теңге, 500 теңге болуы қажет. Егер олай жасай алмайтын десеңіз, ақшаңызды долларға айырбастап әмиянға салып қойыңыз. Ол сізге ақша шақырып отырады. Сондай-ақ ескі, жыртылған, біреудің жазуы бар купюраларды бірінші жұмсауға тырысыңыз. Көптеген ақшаларда жазылған ручкамен жазылған сөздерді кездестіреміз. Ол ақшаларды дереу жұмсап жіберіңіз. Азын-аулақ тиын болса да, қалған ақшаңызды алыңыз. Ақшаға немқұрайлы қарауға болмайды. Егер ақшаны үйде сақтауды жөн көрсеңіз, онда ірі купюралармен жинаңыз. Сонымен бірге оны күн сайын санап отырыңыз. Өйткені ақша қозғалысты жақсы көреді. Үлкен ақшаларды сақтаған сайын ақша сізге магнитше тартылады. Бұл техниканы негізінде сатылымда бар техника. Егер ақшаны күнделікті санап, күнделікті табысыңызға қосатын болсаңыз, ақшаңыз көбейіп, еселене түседі. Әмияныңыздың ішін ешкімге көрсетпеңіз. Егер ішінде ақша көп болса, мүлдем көрсетуге болмайды. Бұл өзгелердің қызғанышы мен жаман ойын тудыруы мүмкін. Жалақыңыз немесе басқа да ақша түссе, оны бірден жұмсап тастамаңыз. Ақшаны алдымен үйге әкеліп шаңырақта ұстау керек. Себебі ақшамен бірге рызық несібе, береке үйге келеді. Бір күн сақтап, ертесі күні оны жұмсауға болады. Солай жасап, өзіңіздің үйіңізге береке, рызық несібе шақыра аласыз. Егер ақшаға құрметпен қарап, жақсы көрсеңіз, сіз одан ешқашан кетпейді. Керісінше, 2 есе табысты болып оралады. Пайдаларыңызға жарасын, құрметті оқырмандар, миллионер, бай, бақытты болыңыздар. Осы каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздерге қандай тақырыпта видеолар қызығырақ, төменге соны жаза кетіңіздер.